Сәлем достар, сіздермен тағдырға сен түрік телехикаясы арнамыздан алыстамаңыздар, арнамызға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен алдыңғы бөлімде Ферит пен Сейран отбасын қуанту мақсатында кешкі отырыс жасаған болатын. Ол отырыстан соң барлығы үйлеріне қайтып келеді. Үйіне келген кезде Фериттің ұялы телефоны көлігінде қалып кетеді. Көлігінде алып келуге шыққан кезде көлігінде Султанды көріп қалады. Султан әңгімелеспекші болып әңгімеге тартады. Бірақ Ферит кетіп қалады. Сол кезде үй бөлмесіне кіріп келе жатқан кезде әкесі мен Ифагат жеңгесін бірге тұрғанын көріп қалады. Бұл жағдай өте ауыр тиіп, ыңғайсыз жағдайға түсіп, өзінің көңіл күйі де түсіп бөлмеге кіріп келеді. Сол кезде Сейран әңгімеге тартпақ болып, не болғанын сұрап, ал Ферит болса әңгімені басқа жаққа бұрып жібереді. Ал ертеңіне сол жаңағы Султан мен көліктегі Феритті көріп қалған Юсуф таң ата Сейранға хабарласып, шұғыл түрде сөйлесуіміз керек, маңызды ақпарат айтамын деп айтады. Ал сол кезде Юсуфтың айтқан сөзіне Сейран мүлдем сенбейді. Сен не оттап тұрсың, неге олай жасап жатсың деп Өзіне Сейран Феритке Юсуф хабарласты, сендерді көлікте көріпті деп таңғалып айтады. Ал сол кезде Ферит ондай ештеңе жоқ деп қояды. Ал сүйікті әйеліне Сейранға бүгін дайындал, суретке түсуге, газет журналдардың бетіне шығуға фотосессия жасаймыз деп айтады. Яғни Гүлгүн аналары суретке түсуге тосынсый жасап қояды. Korkuyorum, cesaretim kayıp, dünyamı zor, bünyem mi zayıf, derdime suları katıp katıp içiyorum. Korkuyorum, cesaretim kayıp, dünyamı zor, bünyem mi zayıf, derdime suları katıp katıp içiyorum. Korkuyorum, cesaretim kayıp, dünyamı zor, bünyem mi zayıf, derdime suları katıp katıp içiyorum. Korkuyorum, cesaretim kayıp, dünyamı zor, bünyem mi zayıf, derdime suları katıp katıp içiyorum. Korkuyorum, cesaretim kayıp, dünyamı zor, bünyem mi zayıf, derdime suları katıp katıp içiyorum. Достар, біздің арнамызға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар, өздеріңіздің пікірлеріңізді жаза кетіңіздер.